Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы балды ветеринариялық санитариялық сараптау. Бал дегеніміз не жалпы? Бал бұл аса құнды диеталық дәрілік өнім болып табылады. Табиғи балды және бал аралары гүл нәрінен өндіру арқылы дайындайды. Сонымен қатар аралар кейде балды арнайы өсімдіктердің сөлінен немесе шіркейдің тәтті бөлінісінен де өндіру мүмкін екен. Яғни бұл аталған балдар шіре балы деп те аталады. Табиғи бал тәтті, өзіне тән хош иісті, сироп тәріздес сұйықтық немесе консистенциясы әртүрлі түйіршіктелген өнім болып табылады. Яғни арадан алынатын негізгі өнім бізде бал. Сонымен қатар балдың құрамында әртүрлі дәрумендер, ферменттер, гормондар және хош иісті заттар да кіреді екен. Балдан алынатын біз бірнеше өнімдерді білеміз. Балауыз болсын, перга болсын, ара сүті деп аталады. Ол әр өнімге тоқталатын болсақ, балауыз деп отырғанымыз аралардың арнайы сөлінен түзілген ұсақ, қатты, түйіршікті, түссіз, қошқыл қоңыр түсті зат. Мына жерде суретіне қарайтын болсаңыздар, яғни балауыз деп аталуына байланысты кәдімгі свеченің жұмсақ ерітіндісіндей көрініс береді. Өндірістің 40-тан астам саласында, соның ішінде медицина, фармацевтика және парфюмерия, косметика салаларында осы балауызды кең түрде қолданады екен. Перга дегеніміз не? Мына жерде ұяның төменгі бөлігінде орналасқан аралар мен жинап алынған өңделген әртүрлі өсімдіктердің тозаңдарын перга деп атаймыз. Яғни ол маңызды негізгі белоктық азық болып табылады. Оның жетіспеуі көбінесе ара ұясының өмір сүруіне нашар жағдай туғызады екен. Яғни пергалардың негізгі қызметі ұяның рөлін атқарады. Прополис дегеніміз не? Прополис дегеніміз арадан арнайы бөлінетін желім. Яғни бал алып жүруші аралар арнайы дайындайтын шайырлы заттарды біз прополис деп атаймыз. Аралар прополиспен арнайы ұяларын жауып, тесіктерін бітеп, ұяшықтарын осы прополистердің көмегімен сылап тастайды екен. Олар стерилді және берік болу үшін араның ұясын бекиді. Ауа арқылы сонымен қатар араның уы да бар. Яғни біз ара шаққан кезде қолдардың немесе басқа шаққан жердің ісініп қызарып кетуі сол араның уынан болады. Жалпы араның уы аралардың секторлы сөлінің өнімі, көзге көрінбейтін түссіз, өткір иісті және күйдіргіш дәмі бар өте қою сұйықтық деп атаймыз. Енді араның балы жіктелуіне қарай қандай гүлдің тозаңдарынан алынды, соған байланысты бірнеше түрлерге бөлінеді. Оның ішінде липовый ара балдары кездеседі, қара құмық балы кездеседі, күнбағыс балы кездеседі, акация балы кездеседі. Яғни акация деп отырғанымыз әртүрлі гүлдердің қосындысынан дайындалған бал. Одан кейін дониковый балдар кездеседі, клевер балы кездеседі, темекі балы да бар екен, тіпті мақта балы және горчичный бал, таңқурай балдарының барлығы осы негізгі аралардың қай жерде жайылып, сол жердің гүлдерін тозаңдандыратын болса, соған байланысты әртүрлі балдар өндіріледі екен. Енді липовый балына келетін болсақ, бұл балдың ең жақсы сорты және өте жағымды әрі күшті өзіне тән иіске тән бал екен. Өзіне ғана тән арнайы спецификалық дәмі бар, басқа балдарға ұқсамайды. Яғни араластырса екеуін айқын басқа балдан білініп тұрады. Балдың өзіне тән түсі ақ, кейде түссіз түрлері, яғни янтар түстес, кей жағдайда сары және жасыл түске ұласатын түрлері бар екен. Одан кейін күнбағыс балы. Күнбағыс балы арнайы күнбағыстан алынатын сұйық, алтын түстес, жылдам кристалданатын, ашық, янтар түске енетін балдар. Өзіндік өткір дәммен ерекшеленеді. Ал акация балы немесе әртүрлі гүлдерден алынған бал, бұл ақ акациядан алынатын болса, өте жақсы сапасы және дәмді құрам жағынан ерекшеленетін, сұйық кезінде мөлдір, иісті және әртүрлі жағымды гүлдердің иісі шығып тұратын гүл. Яғни акация деп отырғанымыз түрлі гүлдерден алынуына байланысты аталған екен.
Енді қазіргі таңда ара балын өндіретін бірнеше елдердің рейтингін қарайтын болсақ, жалпы бірінші орында ара балын өндіру жөнінде Қытай бірінші орынды құрайды екен, яғни 43%-ды құрайды. Екінші орында ақш 12%-ды құрайды, және Аргентина 11%-ды құрайды, Турция 10%, Украина 8%, Мексика 8% және Ресей елдері ара өндіруден 8%-ды құрайды екен. Яғни дүние жүзі бойынша Қытай бал өндіруден бірінші орынды алып тұр. Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы осы. Жалпы ара туралы бірнеше мәліметтерді білдік, және одан алынатын негізгі өнім бал аралары. Үй тапсырмасына жауап беріп, кері байланыс орнатып, сабақта белсенділік танытайық. Жақсы, сау болыңыздар.